Біз балалар үйіне барған сәтте алдымыздан кішкентай бал-бұл жайнаған бөбектеріміз қарсы алды. Оларға қарап тұрып, өздерінен ата-ананың жылулығы мен мейірімділігі жетіспейтінін байқадым. Олар қасыма келіп, ойнап, еркелеп, қолымнан ұстап, күліп тұрған сәттерінде жүрегім тыз ете қалып, көзімнен жас шығардай болды. Осы көріністер біраз уақытқа дейін жүрегімнен көз алдымнан кетпеді. Осы оқиғалардан, көріністерден кейін мен ата-анамның барына шүкір етуді, жақсылық жасауға, мейірімді болуға шабыттандым. Қарттар үйіне алғашқы барғанымда әжелер мен қариялар бізді күлімсіреп қарсы алып, біздің ән күйімізді тыңдап, өздерінің өмірлерінен әңгімелерін айтып, сырын шертті. Біз оларға көмектесіп, көңілдерін көтеріп жүргенде, мен өзімді осы қоғамға пайдалы адам сезіндім. Оларға қарапайым әңгіме және көңіл бөлу үлкен қуаныш әкелетінін сездім. Олардың батасы мен алғысы менің көңілімді толқытты. Қарттар үйінде мен мейірімділік пен жанашырлықтың шынайы бір мағынасын түсіндім. Біз енді достарымызбен қарттар үйіне үлкейгенде қазір жиі баруға бір-бірімізге сөз бердік.